Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Саған не ұнады?» Жаңа сөздер: ғасыр, бұрын. Маған музей ұнады. Саған музей ұнады. Сізге музей ұнады. Оған музей ұнады. Тыңдалым айтылым бойынша бірінші тапсырма: диалогты тыңда, суретке қарап мазмұнын айтып бер. Гүлсая, сен кітап мұражайына барасың ба? Иә, барамын. Кіммен барасың? Мен әкеммен бірге барамын. Ал сен кіммен бірге барасың? Мен ағаммен бірге барамын. Диалогтың орысша нұсқасы. Мәтіннің мазмұны: Гүлсая мен Әлібек кітап музейіне барды. Гүлсая әкесімен барды. Әлібек ағасымен барды. Музейге Саша мен Дима да ағасымен барды. Экранда мәтін мазмұны орысша нұсқада берілген. Оқылым. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы. Бұл кітап музейі. Музейде әртүрлі кітап бар. Мына кітап 10 ғасырда шыққан. Ол көне түркі тілінде жазылған. Мынау 200 жыл бұрын шыққан кітап. Ол араб тілінде жазылған. Музейде қызықты энциклопедия, альбом, электронды кітап көп. Маған кітап музейі ұнады. Мәтіннің орысша нұсқасы. Оқылым және жазылым. 4-ші тапсырма. Сөйлем құрап, көшіріп жаз. Мына кітап 100 жыл бұрын шыққан. Мына кітап 200 жыл бұрын шыққан. Мына кітап 300 жыл бұрын шыққан. Мына кітап 400 жыл бұрын шыққан. Мына кітап 500 жыл бұрын шыққан. Мына кітап қазақ тілінде шыққан. Мына кітап ағылшын тілінде шыққан. Мына кітап араб тілінде шыққан. Мына кітап түрік тілінде шыққан. Мына кітап орыс тілінде шыққан. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Айтылым бойынша 5-ші тапсырма: суреттерге қарап, мынау қандай кітап деген сұраққа жауап бер. Оқулықтарыңызды ашып, 5-ші тапсырмадағы суретке мұқият қараңыздар және сол суреттер арқылы мынау қандай кітап деген сұраққа жауап беріп көріңіздер. Мынау көне кітап. Мынау жаңа кітап. Мынау таза кітап. Мынау өте ескі кітап. Кел, жаттайық. Көне кітап көзіндей, ғұламаның кешегі. Зейін қойсаң ерінбей, көп жұмбақты шешеді. Есте сақта, бұл кітап музейі. Музейде 10 ғасыр бұрын шыққан кітаптар бар. Мына кітап көне түркі тілінде жазылған. Мына кітап 200 жыл бұрын шыққан. Ол араб тілінде жазылған. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.